Қайырлы күн, білім алушы жас түлектер. Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы мәтін талдау негізінде оқу сауаттылығына дайындаудың тиімді жолдары деп аталады. Бүгін сіздердің сабақтан білетіндеріңіз мәтін сұрақтарын шешудің тиімді жолдары, сіздердің меңгеретіндеріңіз мәтіннің түрлері туралы ұғым қалыптастырасыздар. Мәтінді оқып, талдай білуге дағдыланасыздар. Мәтін талдау кезіндегі 7 әдісті меңгересіздер. Оқушылар, күн сайын қайталап жүретін, мақсатымызға жетелейтін алтын ережемізді қайталап өтсек. Уақыттың бос өткені, өмірдің бос кеткені. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету. Білім мен дағдыларда ортақ ұстаным қалыптастыру. Құнды пікірге құлақ ас. Беге бас иген құл болмайды. Жауапкершілікке негізделген нәтижелі жұмысқа ұмтылу. Ойдың алғырлығы, қайраттың іскерлігі бәрінен де мәндірек. Міндетті түрде күн сайын аз да болса да міндет борышын атқару тамаша іс. Біздің мақсат ОБТ-да жоғары нәтижеге қол жеткізу. Оқушылар, сабағымыздың ой түрткі кезеңінде өткен сабақтан алған білімдеріңді еске түсіру мақсатында білім-білік дағдыларыңды зерделеу үшін бірнеше ашық сұрақтар қоюды жөн санап отырмын. Мәтін дегеніміз не? Мәтіннің қандай түрлерін білесіңдер? Мәтінді оқығанға дейінгі кезеңдегі жұмыстың түрлері қандай? Мәтінді оқығаннан кейінгі кезеңдегі жұмыстың түрлері. Стиль және оның түрлері туралы ой тұжырым жаса. Дидарластық, полемикалық, көпшілікке арналған сөз қай стильге тән? 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Ойды астарлап, тұспалдап, ишаралап жеткізудің құралын не деп атаймыз? Мәтін дегеніміз не? Мәтін дегеніміз айтылатын ойдың жүйеленген жазбаша түрі. Бұл жалпы тақырып төңірегіндегі біріккен сабақтастық пен тұтастыққа тән ақпаратты жеткізетін сөйлемдердің тізбегі. Мәтіннің қандай түрлерін білесіңдер? Әңгімелеу мәтіні, пайымдау мәтіні, сипаттау мәтіні. Мәтінді оқығанға дейін мынадай жұмыс жүргізіледі. Ең біріншісі, мәтінді бірнеше бөлімдерге бөліп оқимыз. Екіншісі, сол бөлімдерге ат береміз. Бөлімдердің негізгі жанамауларын табамыз. Әсіресе қарамен жазылған сөздер немесе асты сызылған сөздерге ерекше мән береміз. Біз оқу сауаттылығында мәтінді талдау негізінде мәтінмен жасалатын жұмыстың түрлері мен ережелерін ескергеніміз дұрыс. Әсіресе мәтінді оқып болғаннан кейінгі түрлерін әбден меңгергеніміз өзімізге жақсы. Жоғарыда айтылып кеткен 7 әдістің мен мәтінді оқып болғаннан кейін 3 мен 7 әдісті пайдаланамын. Негізге алып тест сұрақтарына жауап беремін. 3 әдісте барлық жауап нұсқалары қарап шығыңыз. Кейде А нұсқасы шатастырушы болуы мүмкін, кейде дұрыс болуы мүмкін. Сол үшін мұқият болып, мәтінді қайтадан оқып шығыңыз. 7 әдіс, соңғы және ең маңызды әдіс. Мәтін сұрақтарын барлығы шеше алады, бірақ маңызды берілген уақытта шешіп үлгеру. Сондықтан менің сіздерге ұсынысым күніне кем дегенде 20-30 мәтін сұрақ шешу және де мәтінді шешу барысында 7 әдіске назар аударыңыз. Оқу сауаттылығында мәтінмен жұмыс жасаған кезде стиль туралы міндетті түрде бір сұрақ кездеседі. Бұл тақырып өте ауқымды тақырып болғанымен стильдерді ажырату өте оңай. Сондықтан осы видеода стиль туралы ой тұжырымдама жасағым келеді. Жалпы айтқанда стильдердің 5 түрі бар. Олар ауызекі сөйлеу стилі, көркем әдебиет стилі, іс-қағаздар стилі, публицистикалық стиль және ғылыми стиль. Әр стильдің өз ерекшеліктері болады. Соларға тоқталып кетсек. Ауызекі сөйлеу стилінде сөздер қарапайым және жергілікті болып келеді. Осындай сөздер кеңінен қолданылады. Көркем әдебиет стилінде образды сөздер, экспрессивті сөздер көп қолданылады және ритм мен интонация үлкен рөл атқарады. Сонымен қатар грамматикалық амалдар және синонимдер көп жұмсалады. Іс-қағаздар стилінде жазылған мәтін өте жинақы болып келеді. Ол мәтінде сөйлемдер номинативті және екі негізді болады және сөздер базистік тәртіпке орай жазылады. Бұл стилінде
инверсия сирек кездеседі, экспрессивті сөздер мүлдем болмайды, және мәтін баяндау түрінде жазылады. Публицистикалық стиль. Бұл стильдің ерекшелігі ол экспрессивті сөздер көп қолданылады, мақал мәтелдер көп қолданылады, тұрақты тіркестер, терминдер, неологизмдер кеңінен жұмсалады. Сонымен қатар сөйлемдер толымсыз болып келеді және эллипсис сөйлемдері көп қолданылады. Жұрттың көңілін аудару үшін қаратпа сөздер қолданылады және сөйлемдер сұраулы және лепті болады. Ғылыми стиль. Ғылыми стилінде жазылған мәтінде ғылыми ұғымдар, терминдер көп қолданылады және бір терминге түйіндеп айту тәсілі қолданылады. Сөзді үйреншікті ету мақсатында тұрақты үлгідегі сөйлемдер қолданылады, сөз тіркестері қолданылады. Сөйлемдердегі баяндауыштар ауыспалы осышақ етістік формасында болады және ырықсыз етіс кеңінен қолданылады. Егер біз осы ерекшеліктерді жаттап алсақ, онда тесттерде стильдерді ажырату бізге мүлдем қиын болмайды. Талдау кезінде мақал мәтелге сұрақтар келіп отыратыны бәрімізге белгілі. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні мақал, оның тақырыбы болады. Ал ойды астарлап, ишаралап, тұспалдап жеткізудің құралы мәтел, сондықтан мәтелдің тақырыбы болмайды. Сабағымызды оқу сауаттылығына байланысты мәтін сұрақтарын шешудің 7 жолы тыңдалым ақпаратымен жалғастырамыз. Мәтін сұрақтар оқығаныңызды түсінуді қажет ететін сұрақтар болып табылады. Кітап оқуды әдетке айналдырған болсаңыз, мәтін сұрақтарды шешу сізге қиындық тудырмайды. Емтиханға дайындық барысында кітап оқуды қолға алу қажет, және оны уақытты жоғалтады деп ойламау керек. Кітап оқу сіздің түсіну және тұжырымдау қабілетіңізді дамытқандықтан, тек мәтін сұрақтарды ғана емес, барлық пәндерден сізге көмекші болады. Әрбір істің жеңіл жолы бар. Мәтін сұрақтарды шешудің қандай жеңіл жолдары бар? Міне қазір сол туралы айтатын боламыз. Бірінші әдіс. Мәтінге байланысты берілген сұрақтың тапсырмасынан бастау. Бір істі бастағанда, оны қандай мақсатпен жасап отырғанымызды білсек, жұмысымыз жеңілдейді. Сол себепті, алдымен сұрақтың тапсырмасын оқысаңыз, мәтінді оқып жатқанда автоматты түрде адамның миы оны түсінуге және шешуге бейімделіп оқитын болады. Тіпті мәтінді оқымас бұрын, алдымен жауап нұсқаларына көз жүгіртсеңіз, мәтінде не туралы айтылғанын және сізден не сұрап тұрғанын оп-оңай түсіне аласыз. Екінші әдіс. Сұрақтың тапсырмасын және сізден не сұрап тұрғанын жақсылап түсініп алыңыз. Кейде сұрақтың тапсырмасында айтылмаған, берілмеген, жатпайды секілді болымсыз тапсырмалар кездеседі. Мұндай болымсыз сұрақтарға абай болыңыз. Асты сызылған сөздерді де мұқият оқыңыз. Үшінші әдіс. Барлық жауап нұсқаларын міндетті түрде қарап шығыңыз. Кейде А жауап нұсқасы шатастырушы болуы мүмкін. Мәтінге байланысты жауап нұсқасы болуы да ықтимал. Бірақ басқа да жауап нұсқалары мәтіннің мағынасын одан да жақсы түсіндіре алатынын мұқият оқығанда байқай аласыз. Сіз А нұсқасын асығыс белгілеп жіберсеңіз, емтиханнан соң бұл қателігіңізді түзету кеш болады. Төртінші әдіс. Сұрақтарды өзіңіздің ыңғайыңызға қарай емес, сұрақта сізден не сұрап тұрғанына қарай тұжырым жасаңыз. Мәтіндегі ойды түсінбеуіңіз мүмкін, бірақ сізден не сұрап тұрғаны маңызды. Себебі сұралған нәрселер мәтінде айтылғандар болып табылады. Бесінші әдіс. Ұзақ, көлемді тапсырмалардан қорықпаңыз. Сұрақтың ұзақтығы мен қиындығы көбінесе бірдей емес. Беттің жартысын алатын сұрақтар басқаларға қарағанда әлде қайда жеңіл болуы мүмкін. Ұзақ сұрақтарда көбінесе оқиға беріледі де, оны көз алдыңызға елестетіп, есте сақтау өте жеңіл болғаны үшін сұрақты оп-оңай шешесіз. Алтыншы әдіс. Мәтіннің негізгі ойы әдетте соңғы сөйлемдерде келеді. Айрықша жағдайларды есептемегенде, мәтіннің негізгі ойын соңғы сөйлемнен іздеңіз. Жетінші әдіс. Соңғы және ең маңызды әдіс. Мәтін сұрақтарды барлығы шеше алады, бірақ маңыздысы сізге берілген уақытта шешіп үлгеру. Сол себепті тәжірибе жинап, тез шешуді үйрену өте маңызды. Тәжірибе жинау үшін белгілі бір тәртіппен сұрақ шешуіңіз керек. Ендеше, сізге ұсынысымыз күн сайын кем дегенде 20-30 мәтін сұрақ шешу.
кезеңіне де келіп жеттік. Тыңдап отырған үштік әдісі арқылы мәтінмен жұмыс жасаймыз. Шешен мәтінді оқып, негізгі идеясын айтады. Тілші мәтін негізіне сүйене отырып, бірнеше ашық сұрақтар құрастырады. Хатшы мәтіндегі дерек көздерін тауып, тест сұрақтарын құрастырады. Тыңдап отырған үштік әдісі негізінде мәтінді мәнерлеп оқи отырып, оның негізгі идеясын айтып өтсем. Туған жердің қадірін тұғалы түзге шықпаған елдегі адам қайдан білсін? Туған жердің қадірін алыс жерге ұзатылғанына талай жыл өткен қыз білмесе кім білсін? Туған жердің қымбатын ғылым іздеп, шет жайлап, кітап қарап сарылып, көзінің майын тауысқан көшенің шаңын көп жұтқан шәкірт білмесе кім білсін? Туған жердің артығын жазатайым іс істеп, күштілерге күш етіп, еріксіз елден айырылған, жеттен дәмі бұйырған, жаттан сыйлау көрмеген ер білмесе кім білсін? Туған жердің асылын қараңғы үйге қамалып, қаранан мен қарашай жүрегін кесіп жатқанда, қазы қарта, сары қымыз, бір-бір ұшып көзінен, есіл елін сағынған, бір көруге зар болған тұтқын білмесе кім білсін? Туған жердің қадірін әлеуметтік ісіне басын байлап жегілген, қағаз кемірген, күйіп пісіп көбелек боп, еңбегінің жемісін көрсем-ау деп телміреген тар көше мен тар үйде бойы бір сергіп көрмеген азамат білмесе кім білсін? Ыстық қой шіркін туған жер, туған жерге жеткенше қайтып дәтің шыдайды. Кім сағынбас өз қағын, кім сүймеген өз жерін? Сүймесе сүймес зердесіз, жерсіз жүрек, тілеуі бөлек жетесіз. Тұғалы ұзап шықпаған, бауырмал әжесінің бауырында еркелеп өскен, үлбіреген балапан жүректі қарт қожа қайтып сүймесін. Туған жер есіне түскенде, іші бауыры елжіреп, өртенгендей күйеді. Еліне кетуге ұшарға қанаты болмайды. Жалпы туған жер дегенде әр адамзаттың жүрегі елжірейді. Себебі туған жер адам өмірінде киелі орынды алады. Нақты осы жер оны өз елімен, бүгінгі күнімен және болашағымен тығыз байланыстырады. Тіпті балалық шақтың кезінен ақ адам бойында туған жерге деген махаббат сезімі оянады. Бұл мәтін жалпы бүкіл халықты, әр пендені өз туған жерін аялап, оның қадірін қазірден ақ болашақ ұрпақтың бойына ұялатуға шақырады. Мен, Жансая, осы мәтінді оқи отырып, туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас дей келе отырып, туған жерге деген махаббатым тек күшейе түскенін зор сеніммен айта аламын. Тыңдап отырған үштік әдіс негізінде мен тілші ретінде сыныптастарыма біраз сұрақтар қойын деп едім. Бірінші сұрақ, мәтіннің стилін анықтаңыздар. Екінші сұрақ, мәтінде қай азатшылда автордың туған жерге деген сағынышы жақсы бейнеленген? Және де осы мәтінге сәйкес қандай мақал-мәтелдер білесіңдер? Және де осы мәтіндегі басты кейіпкерді кім деп ойлайсыздар? Және тағы бір сұрақ, мәтін қай жерден алынған? Мен тыңдап отырған үштік әдіс негізінде Аружанның сұрақтарына тест сұрақтарын құрап жаздым. Бірінші сұрақ, мәтін стилін анықтаңыз. Көркем әдебиет, ресми, іс-қағаздар, ғылыми стиль. Бұл мәтін көркем әдебиет стилінен алынғандықтан көркем әдебиет стиліне жатады. Екінші сұрақ, мәтінде қай азат жолда автордың туған жерге сағынышы жақсы бейнеленген? Бірінші азат жолда, төртінші азат жолда, екінші азат жолда, соңғы азат жолда. Дұрыс жауабы соңғы азат жолда. Себебі біз оны автордың кім өз елін сағынбас, кім өз елін сүймеген деген жолдарынан байқай аламыз. Үшінші сұрақ, осы мәтіндегі басты кейіпкер кім? Автор, Қартқожа, оқырман. Дұрыс жауабы автор. Төртінші сұрақ, осы мәтінге сәйкес мақал-мәтел. Адам қайғысы заман қайғысы, өнегелі отаудың өрісі кен, аққу көлін аңсайды, адам туған жерін аңсайды. Жатқан тастың астына су бармайды. Бұл мәтін автордың туған еліне сағынышымен байланысты болғандықтан дұрыс жауабы Б. Аққу көлін аңсайды, адам туған жерін аңсайды. Сабағымыздың айтылым, тыңдалым, оқылым дағдыларын негізге ала отырып, бірге мәтін сұрақтарын талдап көрейік. Оқу сауаттылығы бойынша мәтін сұрақтарын шешудің 7 жолы мен әдісін негізге алып, мен бүгін мәтінді талдап көрсем.
Мәтіннің тақырыбы асық ату өнері. Асық атудың әр өлкеде әртүрлі атауы кездеседі. Ойнау, әдіс тәсілдері де ерекше. Ойынды үй-ішілік және далалық ойын деп екіге бөлуге болады. Үй-ішілік түрі қазіргі заманға икемделіп, тақта ойыны деп аталса, далалық түрі алаң ойыны деп аталуда. Асықты ақылмен ойнау керек. Сақаң қолыңа сай. Мергендігің бабында болса, мықты ойыншысың. Ойынға қатысты сөздік қорымызда тұрақты сөз көп. Асығы алшысынан түсті. Қой асығы деме, қолыңа жақта сақақыл. Асықша үйіру, асықты қойдың немесе аңның сүйегі деп қарамаған. Оған байланысты ежелден айтылып келе жатқан ырым тиым бар. 6 жыл аш болсаң да, асық етін мүжіме деп кішкене балаларға асық етін жегізбеген. Қасқырдың асығын өзімен алып жүрсең, тіл көзден бәле жаладан аман боласың деп ырымдаған. Қазақ табиғатқа жақын, ұлттық ойындардың көбін табиғаттан алған. Асық атуда дала ұландарының ермегі. Мұнда көшпенділердің дала заңы, әділдік, туралық басым. Сондықтан да ойынның тәртібі қазақ даласындай көркем. Асық, жасыл жайлау, ойыншы балалар, сәні жарасқан табиғи картина сияқты. Бұл мәтінге 4 сұрақ берілген. Бірінші сұрақты талдайық. Асыққа байланысты балаға жасалған тыйым. А. Қасқырдың асығын алма. Б. Қой асығын асық деме. 3. Құралайдың асығын атпа. Д. 6 жыл асық етіп мүжіме. Е. Асықтың етін мүжіме. Бұл мәтінде 2-ші азат жолдың ең соңында мынандай сөйлем бар. 6 жыл аш болсаң да, асық етін мүжіме деп кішкене балаларға асық етін жегізбеген. Демек, бұл сұрақтың жауабы Е деген вариант болады. 2-ші сұрақ. Мәтінде жауабы жоқ сұрақ. Әр сұраққа тоқталып жауап беріп кетсем. 1-ші сұрақ. Асық ойындарын қайда ойнаған? Асық ойындарын бұл мәтінге сүйене отырып жауап беретін болсам, үйде және далада ойнап беруге болатын. 2-ші сұрақ. Асық ойыннан ненің асығымен ойнаған? Қойдың, аңның және де басқа жануарлардың асықтармен ойнаған. Демек, бұл сұраққа жауап бар. 3-ші сұрақ. Асықты қай мезгілде ойнау керек? Бұл сұрақтың жауабы бұл мәтінде айтылмаған. Демек, осы 3-ші вариант дұрыс жауап болып келеді. 4-ші сұрақ. Асығың алшысынан түссін тұрақты тіркесінің мағынасы. Асығың алшысынан түссін деген сәттілік тілеу. Демек, бұл жерде А деген вариант дұрыс болады. Және де 4-ші сұрақ. Асық ойнауды ойыншыдан қажет ететін қабілет. А. Алдын ала болжап білер көрегендік. Б. Құралайды көзге артқан мергендік. С. Топ жарған көсемдік. Д. Тепсе темір үзет мықтылық. Е. Ақылмен айламен алар шешендік. Менің ойымша, бұл сұрақта 2-ші вариант дұрыс болады. Құралайды көзге атқан мергендік. Мен бұл сұрақтарға 7 әдіспен жолға қарап жасадым. Және де мен осы 7 әдіспен жолды негізге ала отырып, тесттерде 19 және 20 балл жинаймын. Сіздерге де сәттілік тілеймін. Сәлеметсіздер, мен 10 сынып оқушысы Манапова Жібек. ОБТ-да болатын оқу сауаттылығы пәніне жоғары балл жинау үшін жоғарыда көрсетілген 7 әдіс арқылы тест жұмыстарын талдаймын. Маған түскен мәтін бөрі тостаған тасының жұмбағы. Енді осы мәтінді оқып, сұрақтарға әдістерге сүйеніп жауап берейік. Мәтінді оқып, бірінші сұраққа жауап берейік. Тасқа елдің назар аударының себебі. Бірінші әдіске сүйеніп, әр вариантқа көз жүгіртіп, бізден не сұрап жатқанын біліп алу. Әр вариантқа көз жүгіртіп, мәтінмен салыстырып, осы сұрақтың жауабы тастың таулардан алшақ жатқандығы. Екінші сұрақ. Аңызда сөз болған ертегі кейіпкер. Мәтінмен салыстырып, екінші абзацтың соңғы сөйлемінде толағай туралы айтылады, яғни жауап А. Толағай. Келесі сұрақ. Тастың су көзінің үстінде жатқандығына дәлел. Осы жерде де әр вариантқа қарап, мәтінді мұқият оқығандық
тан ғана жауап бере аламын. Сол үшін оқу сауаттылығының бірінші ережесі әр мәтінді өте мұқият оқып шығу. Соңғы абзацтың соңғы сөйлеміне қарасақ, себебі тастың асты әрдайым ылғал болып жатады. Яғни ответ тастың астының үнемі ылғал болуы Б. Келесі сұрақ математиктің зерттеу нәтижесі бойынша жұмбақ тас. Бұл жерде менің ойымша үшінші әдіске сүйенуге болады. Міне бірінші варианты су үстінде тұрған тас. Осы тез оқығанда осы жауабы деп ойлап қаламыз, бірақ дұрыс оқығанда жауабы С, аспаннан түскен дене. Негізінен жеті әдістің барлығы да өте тиімді және де өте жақсы көмекші. Бірақ қалай болса да, менің ойымша маған ең тиімді сол бесінші әдіс. Өйткені бесінші әдісте көлемі ұзақ тапсырмалар туралы айтылады. Мен бұрында көлемі ұзақ тапсырмаларды көргенде, оларды оқығым келмей, еріншектеніп бастайтынмын. Бірақ бесінші әдісте көлемі ұзақ тапсырмадан қорықпау туралы айтылады. Өйткені көлемнің ұзақтығы мен қиындылығы көбінесе бірдей болмайды. Және де ұзақ мәтінді тапсырмаларда көбінесе оқиғаны сипаттайды. Ал оқиғаны сипаттағанда біз оны көзіміз алдымызға елестете аламыз. Ал көзіміздің алдымызға елестегенде сұрақтарға жауап беру қиынға соқпайды. Сабағымыздың салмақты ой таразы кезеңіне де келіп жеттік. Мен сіздерге мәтіннің стильдеріне, мақал мәтелдерге байланысты сұрақтардың тізбегін ұсынбақшымын. Өзіңді тексер. Бүгінгі сабағымыздың оқу тапсырмасы 7-ші әдісті ұсынғым келіп отыр. Тәжірибе жинау үшін белгілі бір тәртіппен сұрақ шешуіңіз керек. Ендеше сізге ұсынысымыз күн сайын кем дегенде 5-10 мәтін сұрағын шешу. Бүгінгі сабақтан білдім, білгім келеді, сұрақтарым бар дегендеріңіз инсерт тақтасына жазып, төмендегі байланыс құралдарына қалдырсаңыздар болады. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Ұлттық бірыңғай тестілеуге сеніммен барайық.